Төлдер айтысы ертегісімен танысамыз. Ал енді балалар сабақты бастамас бұрын шарттық шеңберін құрайық, орнымыздан тұрайық. Үлкен етесіз, кіші етесіз, батеміз құрметпен, баршаңызға жарайсыздар балалар оқыра қойыңдар. Өте керемет, қандай тамашасыз балалар, ал енді барлығымыз бері қараймыз. Балалар, үй жануарлары білеміз ба? Иә. Үй жануарлары қайда өседі? Үйде өсеміз. Оларға не береміз? Тамақ. Жем береміз, сосын су береміз, және шөп береміз. Адамдар не істейді оларды? Асырайды, бағады. Иә, дұрыс айтасыздар балалар, керемет. Тақтаға қараймыз, тақтаға қараймыз. Мынау қандай жануар? Сиыр. Дұрыс айтасыздар. Сиырдың баласын не дейміз? Бұзау. Дұрыс айтасыздар. Сиыр не береді? Сүт береді. Дұрыс айтасыздар. Мынау не балалар? Жылқының баласын не дейміз? Құлын. Дұрыс айтасыңдар балалар. Жылқы бізге не береді? Қымыз береді. Ет береді. Дұрыс айтасыңдар. Мынау не? Түйенің баласын не дейміз? Бота. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ал мынау түйе бізге не береді? Қымыран береді. Мынау не балалар? Қой. Қойдың баласын не дейміз? Қозы дейміз. Мынау не? Ешкі. Ешкінің баласын не дейміз? Мақ дейміз. Бұлардың барлығы не дейміз балалар? Үй жануарлары. Оларды біз үйде не істейміз? Бағамыз, қараймыз және асыраймыз. Ал енді барлығымыз енді үй жануарлары туралы қандай тақпақтар білесіңдер? Кәні шығабы келе қойыңдар. Ақ бұзау ұмайды, бөбелі көтірайды, келеді, күн сайды, тұншын созғайды. Көп кішкентай момаға қошаққанды ұнатам, сүйдім қолымды, қошаққаным қолымды. Жарайсың, керемет. Шөле лағым, тентек болмашылағым, сезендеме құлағым. Жарайсың, керемет. Айналайын болды, қандай күнде жолда, табандарын жауып, керім жанса. Керемет, жарайсың. Ондан Кулайшада, жұлдыздар жолдызын, жарайсың, керемет. Балалар, сендер өте керемет айтып шығыңдар. Отыра қойыңдар. Жарайсың, керемет. Жарайсың, жаңылмай атыр. Жарайсың. Қой, опса, Дұрыс. ешкі, қоза. Жарайсың. Жануарлар туралы төлдер айтысы ертегісінен ертегісін біз қазір сахналап көрсетеміз. Сендер мұқият тыңдап отырыңдар. Қайсымызды жақсы көреді, әрине мені жақсы көреді. Адам өзінің сүтімізді ішеді, үмітімізді пайдаланады. Жарайсың, керемет, өте тамаша. Сен мақтанба, біздің етіміз азық, қымызымыз ет. Жарайсың, керемет. Малдың қадірлісі біз, адам біздің шұбатын ішеді, жеміз пайдаланады. Дұрыс. Чүп. Сендер босқа мақтанасыңдар, мені жақсы көреді. Шелек сүт, қарым май, құрт бізден шығады. Айдана кесек, айдана. Төлдер айтысы ертегісінен ертегісін сахналап көрсетеміз. Барлығымыз тыңдап көріп отырамыз. Сеніміз қайсымызды жақсы көреді, әрине мені жақсы көреді. Адам өзінің сүтімізді ішеді,
біз атамыздың жұбатып жер жүзімізді пайдаланады. Жарайсың, керемет, тамаша. Сенде босқан мақтанады, емелі жағын көреді, шилік қарым-қарымай қорқыт ізден шығады. Жарайсың, керемет, тамаша. Бәрін босқан мақтанасында емелі жағын көреді, аяғынан суысына туғыры Сенде босқа таласпаңдар, адам үшін бәрін пайдалысыңдар. Жарайсың, керемет. Міне балалар, өте керемет, сендер айтып шықтыңдар. Жарайсың, топ болма. Бәрі осыдан басталған. Мынау басым ақылды, осының барлығын басқарған. Мынау менің оң қолым, мынау менің сол қолым, осының барлығын. Жарайсыңдар, керемет, отыра қойыңдар. Тамаша істеріңдер. Бері қараймыз, тақтаға назар аударамыз. Тақтада үй жануарларының суреттері тұр. Сол қай жануардың төлі қайсы? Соны қаламмен апарып қосамыз, балалар. Түсінікті ме? Қазір. Мынау не балалар? Түйенің баласы не? Келе ғой, Айдана, жарайсың, керемет. Айданаға шамал көмектесіп жіберейін. Дұрыс, Айдана. Дұрыс тапты. Керемет. Мынау не балалар? Аттың төлі не дейміз? Құлын. Кел, Әділет. Жарайсың, Әділет. Дұрыс таптың. Зау. Жарайсың, Әділет, тамаша. Мынау не балалар? Сиыр. Сиырдың төлі не дейміз? Зау. Бұйса келе ғой. Жарайсың, өте керемет. Тамаша жауап беріп алсыңдар. Зауған. Сана оларың. Жоғарғы. Жарайсың, керемет. Мынау не балалар? Қойдың төлі не дейміз? Жоқ, шаласпаймыз. Келе, бұл қойдың келе. Дұрыс айтың қолдасы. Ой, жарайсың, керемет. Балалар, сендер үй жануарларының төлдері дұрыс. Ал енді
тауып берейік. Керемет, жылқы. Ары қарай ойнаймыз. Біздің фермаға тағы жануарды әкеле жатыр. Не екен арбаның үстіндегі жануар? Тыңдашы дауысын. Әрине бұл ешкі. Фермаға ораламыз. Ешкінің сұлбасын табамыз. Керемет, ешкі. Ешкі. Қайда біздің ат арбамыз? Құят тыңдашы, қай жануар бұл? Тамаша, бұл сиыр ғой. Енді сиырдың сұлбасы қайда екен тауып көрейік. Керемет, сиыр. Ары қарай жалғастырайық. Өте жақсы, тағы бір жануарды әкеле жатыр. Ойланшы, ненің дауысы екен? Тамаша, керемет. Иә, әрине, бұл жануар қой екен ғой. Қойға сұлбасын табуға көмектесіп жіберейік. Жақсы, қой. Өте жақсы ойнап жатырмыз, иә достар? Арбаның үстінде не отыр екен? Естіші. Иә, әрине, бұл мысық. Бұл суретте мысықтың да сұлбасы бар. Міне ол керемет. Жалғастырамыз. Керемет қой. Бізге тағы бір жануарды келе жатыр. Ойланып, тауып көрші, қайсы жануар екен? Жақсы, бұл ит қой. Иттің де сұлбасын тауып келейік. Керемет, ит. Қайда біздің ат арбамыз? Не бұл? Тыңдашы, не екен бұл? Иә, дұрыс, бұл тауық қой. Фермаға оралайық. Мен ойлаймын, тауық сұлбасын өзі тауып алады деп. Керемет, тауық. Жақсы, біз осы ферманың жануарларының барлығын дауыстарын тыңдау арқылы тауып алдық. Менің бөлі. Не дейміз? Қолым. Осы қолымды қазір бояймыз. Қаламдан балауымды. Тамаша, керемет. Шығармашылық жұмыс. Бізді бояу. Бояvatқанда жайлап жүрейін. Шығармашылық жұмысқа кірісеміз. Жайлап, алдын жақсы көзімізді бояйық. Әдемілеп бояймыз. Сендер бүгінгі облыс әрекетімізге өте жақсы қатыстыңдар. Барлық сұрақтарға жауап бердіңдер. Барлығыңыз белсене қатыстыңдар.
нелер бар шықпа.